Сәлем достар, бүгін өзбек халқының хамир хасиб атты ұлттық тамағын жасаймыз. Жасалу өте оңай. Мінекей қамыр илеп қойдым. Кәдімгі суға иленген қамыр, фарш керек. Мінекей қамырды жайдым. Кәдімгі мантыға жайғандай жаямыз. Солай кесеміз. Тек мантыға мысалы картоп қоссақ, бұл жерде шала піскен күріш қосамыз. Фаршқа күріш қосамыз. Міне ұсақтап туралған жуа, суға піскен күріш, татымына қарай тұз бен қара бұрыш қосамыз. Мінекей араластырамыз. Және мантыды жасағандай жасаймыз. Тек өзгеше басқаша жасаймыз. Фаршты осылай сопақшайын қоямыз. Бір көргеннен жасауға болатын тағам түрі. Ораймыз. Кішкене рулетиктер, мына жер дұрыс көрінбей қалыпты, бірақ түсіндіңіздер деп ойлаймын. Міне түсінбесеңіздер, тағы бір рет қарап алыңыздар. Менде мынандай мантоварка, пароварка. Майлаймыз. Қараңыздар, әдетте мен осылай салатынмын. Асты жабысып қалады, өйткені астыңғы жағы, неге көрсетейін, жұқалау болады. Сондықтан анау беті қалың. Сондықтан мен бұлай саламын. Мен көрдіңіздер ме, асты жабысып жатыр. Асты жұқа, бірақ қабат, үсті бәлен қабат. Үсті бәлен қабат, сондықтан бұлай қоямын. Мынау қалың жағын астына. Сонда жыртылмайды. Алдында бұлай қойып жүрдім, мына жер жыртылып қалады. Мен қалай қап-қалың қып жаясың, е? Осылай қойып шығамын. Мінекей салдым, енді өте тығыз салған жоқпын. Мен қалтау сыймай қалды. Енді осыны менде мынандай мантоварка, сковородка. Тамақ піскенге дейін біраз уақыт бар. Сол аралықта мынандай салат жасай қойдым. Оңай салат, помидор, зелень, рукола бар арасында, укроп, петрушка, жаңғақ, бетіне бальзамический соус себезеледім. Өте дәмді болып шықты. Және мынадай соус жасап жатырмын. Әдетте соусты айраннан жасайтынмын. Бұл жолы огоньоктан жасайын дедім. Мынау өзім жасаған огоньок, соған майонез қоса салам. Болды, өте дәмді болады. Жасап көріңіздер. Міне достар, хамир хасибіміз да пісіп қалды. Бұл өте дәмді тағам, дәмді, тойымды, тіл үйрер тағам. Жасалуы оңай, мантыдан қиын емес, сондықтан жасап көріңіздер. Рецепт түсініксіз болса, басқа рецепттерден, басқа біреулердің арналарынан қарап жасауларыңызға болады. Мен де ютубтан көріп жасағанмын. Бұндай тағамның барын білмейтінмін де. Сондықтан бәрімізде ютубқа рахмет айтамыз. Достар, қалай аппетитно? Видеоның соңына дейін қараңыздар. Кішігірім мукбанг болады. Мукбанг деген менің тамақ жегенім. Ұнаса қараңыздар. Бұндай нәрсе
ұнамаса қарамай-ақ қойыңыздар. Дегенмен осы видеоға көңіл бөліп уақыт бөлгендеріңіз үшін сіздерге алғыс білдірем. Дастархандарыңыз тек амандықта, қуанышта жайылсын. Өз пікірлеріңізді комментарийге жазып кетіңіздер. Ұрсып тастауларыңызға да болады. Всем пока!